Біздегі медицина саласы бұл көзге көрініп, сөзге іліне бермейтін сала болғанымен өте былыққа батқан сала. Сау адамды ауру қыла салады, ауру адамды сау ете салады, жоқ адамға жалған анықтама бере салады. Соның бір дәлелі оқырманның келген бір пікірі, тыңдап көріңіздер. 2010-нан бері онкологиямен ауырып келемін. Расымен де өте қиын. Егер ақшаң болса бірден мәселені шешіп, ауруханаға жатқызып береді. Егер ақшаң болмаса, міне 15 жыл уақыт болып сандалып жүрміз. Дәрігерлер бір-бірлеріне сілтейді отырады. Ақша бермесең сандалтып қояды, сен бекерден сандалтып қояды. Немесе бір 99 қағаздың дұрыс болып, бір қағаздың дұрыс болмай қойса, сені қабылдамай қояды. Одан бөлек қазақстандық дәрігерлер бір ауыз, дәрігерлердің шамамен 70% қалалық жерлерде қазақша сөйлемейді. Сен қазақша сөйлесең, саған қабағың тиіп, менің қабылдауыма кіргің келсе, орысша үйреніп кел деген сияқты сыңай танытады. Осы басшының алдына кіремін деп науқас байғұс қанша ай құжат жинап, әрең қабылдауға кірген кезде, врачтың менің қабылдауыма кіретін болсаң, орыс тілін үйреніп кел деп жібергені не сұмдық? Сонда ол өз елінде тұрып, елін сыйламаса, тілін құрметтемесе, өз халқына қалай адал қызмет етеді? Кеше біреу комментарийға жазып қойыпты, медицина қызметкері болу керек. Онда сіз үкіметке айтсаңызшы, айлықты көтерсін медицина саласының дейді. Сонда не айлық аз болса, науқастарға білгендеріңді жасап, ақша берсе қарап, ақша бермесе өлімге итермелеп жүре бересіңдер ма? Сондықтан оқырмандар, біз медицина саласын бұлай қалдырмайық. Қайсыңыз, қай елде, қай жерде, кімнен жәбір көріп жатсыздар, барлығын ашып, осы видеоның астына қалдырыңыздар. Себебі менің парақшамды барлық құзырлы органдар қарайды, бақылап отыр. Сіз болып, біз болып, осы медицина саласын әсіресе бірге тазалап, қоғамды бірге дамытайық.